Қайырлы күн, әріптестер. Мен Жаппарова Құндыз Шаяхметова, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Тақырыбым 7-ші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Тақырыбы салт дәстүр мен әдет ғұрып ұлт болмысының айнасы. Мақсатын айта кететін болсам, еліміздің ұлттық құндылықтарын меңгерту, ұлттық құндылықтарды жан-жақты насихаттау арқылы оқушылардың тіл байлығын дамыту. Курстың міндеттері: өскелең ұрпақтың өз еліне, өз жеріне деген мақтаныш сезімдерін нығайту, оқушылардың көркемдік, әсемдік, адамгершілік, рухани бақытта тәрбиелеу, дарынды балаларды анықтап шығармашылық қолдау көрсету, ұлттық құндылықтарды қыр-сырын түсіндіру, тапсырмаларды орындау нәтижесінде қарай бағалау, ұлттық құндылықтарды талдау. Өзектілігі: ұлттық құндылықтарды сақтап, ұрпақ санасына сіңдіру маңыздылығы, тілдік құндылығы мен ұлттық руханиятты нығайтудың қажеттілігі, мәңгілік ел идеясын аясында азаматтардың тұлғаны қалыптастыру. Енді бөлімді 4 бөлімге бөлдім. Бірінші, салт дәстүр мен әдет ғұрыптар туралы 3 сағат, бала тәрбиесіне қатысты салт дәстүр мен әдет ғұрыптарға 14 сағат, отбасыға қатысты салт дәстүр мен әдет ғұрыптарға 14 сағат, салт дәстүр мен әдет ғұрыптардың қазіргі өмірдегі алар орны 3 сағат. Бәрін ортақ келгенде 34 сағат. Күтілетін нәтиже: ұлттық наным. Оқушылар ұлттық құндылықтардың мәнін, тарихын және тәрбиелік рөлін түсіну, рухани мәдениет талдау. Ұлттық құндылықтарды талдап, олардың адамгершілік және рухани маңыздылығын анықтау. Осы іс тәжірибелік құзыреттілігі ұлттық мазмұнға негізделген жазбаша жұмыстарды орындайды, өздік бағалау дағдыларын дамытады. Қорыта келген кезде, әр қазақ өз салт дәстүрін ұмытпаған жөн деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.